Ассалаумағалейкум армысыздар, Санаға Сәуле каналының аса құрметті көрермендері. Бүгінгі тақырып баланы бейімділігіне қарай тәрбиелеу жөнінде болмақ. Бұлақ көрсең көзін аш дейді дана халқымыз. Біздің өзегімізді жарып шыққан балдырған балаларымыз бейне тасты жарып аққан бұлақ тәрізді. Енді ата-ана осы бұлақтың көзін аша білу керек. Оның сарқылмай ұзаққа ағуына, өз арнасын табуына мол мүмкіндік жасай білу керек. Ол үшін енді сөз бар ғой, әке балаға сыншы дейді. Баланы жастаған деген сөзде де үлкен мән жатыр. Оны жастайынан дұрыс жөнге салу, бағыт бағдар беру, өзінің туа бітті тұла бойындағы бір ерекше қарым қабілеті, бейімділігіне қарай тәрбиелеу деген сөз. Біз осы жерде қателіктерге бой алдыратын бір себеп енді ортаға қараймыз, басқаның аялына бағамыз, көппен санасып кетеміз. Содан барып баланың өз бойындағы бір артықшылықты аңғармаймыз, мән бермейміз. Оның неге бейімі бар, неге қызығады, қандай нәрсеге назар аударады, ол жөнінде көп ойланып жатпаймыз. Егер біз баламыздың бойындағы туа бітті сондай бір ерекшелігін, артықшылығын білсек, және соған сай бағыт бағдар берсек, ол сөзсіз өз ісінің шебері болар еді. Әрине енді әрбір шіретіп өмірге келген бала ол өзінше бөлек бір тұлға. Жаратушы оның бойына өзіне тән ерекше бір қасиетті, даралықты берген. Ол сыбағадан ешкім құр қалмақ емес. Біз өкінішке орай сол жаратушы тарапынан берілген артықшылығын, жаңағы бөгенай бөлек болмысын дәп басып тани алмағандықтан, соның көзін уағында аша алмағандықтан, ол бала мүмкін өмір бойы ашылмаған қалпы кетеді. Кейін ол қалыптасқан тұлға болғаннан кейін, менің бойымда осындай бір артықшылығым бар екен ау, әттең бала кезімде ата-анам соны байқап, мені бала жастан соған баулығанда, мен бүйтіп тұрмас едім, мен мұндай болмас едім деген өкінішті кейісті біз екінің бірінің аузынан естіп қаламыз. Ол өз басымызда да жоқ емес. Оған басты себеп бізде ата-аналарымыз, әрине жұмыс бастылығы бар, тұрмыс бастылығы бар. Мынау ортаға қарай бейімделу, қоғаммен санасу, дәуір талабына қарай бой ұру. Осыдан барып біз баланың бойындағы жаңағы бір туа бітті артықшылығын, бейімділігін ескермей кетеміз. Тек қана жақсы оқысаң болды, бір енді жақсы жалақы алатын, жақсы бір маман иесі болсаң, өмірде сонымен ақ бақытты болып жасайсың дейміз. Бастысы ақша табу, жан бағу жағы сол назарда болып кетеді. Бұрын ата-бабаларымыз бала тәрбиесінде осы жағына өте ден қойған екен. Олар жай жан-бағыстың ғана қам-қарекетін әңгіме қылып, сол төңірегінде ғана балаға тәрбие бермеген. Ол бүкіл елдің, халықтың ұл-қызы болуды үйреткен екен. Сондықтан да бұрынғы ата-бабаларымызда сол дәуірлерде
бізде ел қамын жейтін батырлар, бағландар, небір ел үшін қара лақ болуға дайын арыстарымыз өткен екен. Біз сонымен бүгінгі таңда мақтанып отырмыз. Енді бәрі мүлде жоққа шығарғандық емес. Баланы жасынан сондай бір артықшылығын байқап білген ата-аналар соған сай тәрбие бергендіктен бүгінгі таңда біздің арамызда небір мықты елдің, ұлттың мақтанышы болып отырғандар бар. Енді оған бір мысал Димаш Құдайбергенді айтсақ та жеткілікті. Ол дара дауыс иесі, бүкіл әлемдік деңгейдегі, бүкіл әлемді таңғалдырған және әлемге қазақша ән салдырған дара талант иесі, қазақтың мақтанышы. Сол Димашты ата-анасы, әжесі, атасы қалай кішкентайынан бақты. Осы кездегі Димаштың кішкентай кезіндегі видеоларын таралып жүр ғой, әлеуметтік желіде көріп отырсыздар. Кішкентайынан өздері енді өнер отбасы болған. Енді баланың да сондай өнерге бейім екенін білген, соған сай шарт жағдайын жасаған, баулыған, тәрбиелеген, арнаулы сол жағында оқытқан, мықты мамандардан сабақ алдырған. Сол Димаш міне біздің ғана емес, бүкіл әлемді тамсандырған, әлемге дара даусымен ән салдырған мақтаныш болып отыр. Адамзаттың мақтанышына айналды. Енді тағы басқа толып жатқан тұлғаларымыз бар әрине. Оны біз енді осы қысқа бейнебаянда бәрін сыйғызып әңгімеге арқау ете алмаймыз. Қанат Ислам да солай, жастайынан өзі спортқа қызықты, ата-анасы соған сай тәрбиеледі, жалпы жағдайын жасады, соған жетеледі. Міне Қанат бауырымызда бүгін әлемдік деңгейдегі мықты боксшылардың бірі болып, жастарымыздың өнегесі болуда, үлгісі болуда. Сол Қанаттарға еліктеген қаншама жастар спорт саласында қанат қақты. Дәл сол сияқты бізде өз баламызды байқап, жастайынан өзінің неге бейімі бар, спортқа ма, өнерге ма, қандай да бір енді оқу десек жалпы жан айта салу ғой енді. Оның ішінде қандай пәнге, ғылымға қызығады. Сон сырлар, бизнеске қызыға ма ол, жоқ бір кәсіпке қызыға ма, соны байқау керекпіз. Соған сай баулысақ, тәрбиелесек, жетелесек, сөзсіз ол одан нәтиже шығарады. Ал үйтпей, өз ойымызды тықпалап, жоқ сен мынаны оқисың, мынау боласың, осымен кетесің, сонда ғана сен мақсатқа жетесің дей берсек, өкінішке орай, біз жарып шыққалы тұрған бір талант иесін тасада қалдырамыз. Осыған өте мән берейік, құрметті ағайындар, ата-аналар. Енді мен де ата-анамын, екі қызым бар. Үлкен ұлым кішкентайынан спортқа қызықты, өз енді дене бітімі де соған сай болды. Күресте жүріп 5-ші сыныптан бастап қазақ күресінде жасөспірімдер арасында жарыстарға қатынасып келе жатыр. Жаттығулардың ешбірден қалған жоқ. Соның соңында біз де қолдадық, қуаттадық. Соның нәтижесінде енді бүгінгі таңда жоғары сыныптың 10-шы классында оқиды. Осы қазақ күресінен де дзюдодан да Қазақстан спорт шеберлігіне үміткер болып отыр. Енді республикалық спорт мектебіне де тапсырып соған оқуға түскелі жатыр бұйырса. Енді ауыр салмақта күреседі әрине. Бүгінгі таңда салмақ сол 120 килограммда күресіп жүр. Енді оның өз туалетті бейімдік солай болды. Сондықтан өз қызықты, біз соған мүмкіндік жасай білдік. Енді одан кейінгі ұлымда әрине денелі, бұлай спортқа берсек бір нәтиже шығарады деген ойдамыз. Бірақ ол өзі қызықпады, ол өнерге қызықты. Ол кішкентайынан домбыра. Мен әуестенді,
домбыраның бір қанша жеткі байқауларында жеңімпаз болды, жүлделі орыннан бой көрсетті. Ол сонымен келе жатыр. Енді одан кейінгі екі қызымыз бар. Олар да енді әзір бастауыш сыныптарда оқиды. Оларды да бейімдігіне қарай отырып қазіргі таңда біз сырттай курстарға қатынастырудамыз. Жаңағы биі бар, әні бар, домбырасы бар дегендей. Енді барлығы да бірдей енді ағылшын тілін курста оқиды. Енді халықаралық тіл, оны білу керек. Және жалпыға бірдей міндетті сабақтарын мектептен жақсы оқып жүр. Бүгінгі тақырыбымыз осы төңірегінде, құрметті ата-аналар, балаларыңызды жастайынан бейімдігіне қарай тәрбиелей біліңіздер. Балаға сыншы бола беріңіздер. Сонда бала өз орнын табады. Сөзсіз нәтиже шығарады. Және сондай мүмкіндік ие болғанына ата-анасының ерте байқап, бағыт-бағдар бергеніне ертең олар риза болатын болады. Және ата-анасы да марқаятын болады. Сондықтан біздің ғана емес, ұлттың, елдің жоғын жоқтаушы, солардың мақтанышы болатын ұл-қыздарымыз көп болсын. Уайым қайғымыз жоқ болсын. Біз солармен